Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Динара. Бүгін сіздермен карамельный пирог рецептісімен бөлісетін боламын. Рецепт ұнап жатса каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруға ұмытпаңыздар. Ал енді достар, біз ұн мен сары майымызды араластырып, барлығын бірдей қылып крошка жасап алатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай барлығы бірдей болды. Ендігі кезекте біз ұн мен майдың үстіне ұн қопсытқышын салып, жақсылап араластыратын боламыз. Ендігі кезекте біз ұнымызға сұйықтықты дайындайтын боламыз. Ол үшін сұйық майымыздың үстіне 20% қаймағымызды қосамыз. Жұмыртқаның бір сарысын және де қант қосамыз. Шанышқының көмегімен барлығын бір келкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Енді осы сұйықтығымызды жаңағы крошкамызға салып, жұмсақ теста илейтін боламыз. Барлығын жақсылап, жұмсақ теста илеп алатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай осындай рассыпчатый жұмсақ теста шықты бізде. Осы тестамызды енді мешочкқа салып, холодильникке салып қоятын боламыз. Ал ендігі кезекте біз пирогымыздың начинкасын дайындайық. Ол үшін 3 жұмыртқа керек болады. Және де вареная сгущенка, дептікін алсаңыздар, дәмі керемет болып шығатын болады пирогтарыңыз. Және де 33% сливки алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай 33% сливки. Міндетті түрде 33% болу керек. Енді вареная сгущенкамыздың 350-400 граммдай жұмыртқаның үстіне салып, венчиктің көмегімен жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай әлі комочектары бар. Комочектарын барлығын езілгенше жақсылап миксерлейтін боламыз. Үстіне сливкимізді араластырып қоямыз. Қолдың осында венчикпен де араластырсаңыздар болады. Және де миксер болса, миксермен де араластырып жесеңіздер болады. Барлық комочектар езілгенше араластыратын боламыз. Комочектары барлығы езілген сияқты. Енді начинкамыз дайын. Осында 24 диаметрлі формамызды аламыз. Тестамызды барлығын бірдей болғанша жақсылап жайып шығатын боламыз қолымыздың көмегімен. Тестамызды дайындап алдық. Енді үстіне начинкамызды құятын боламыз.
барлығын жақсылап құйып алдық. Начинкамыз молынан болды. Енді бағана тестамыздан біраз алып қойған болатынбыз. Осында мұздатқышқа салып алсаңыздар, терканың үлкен жағымен бетіне сеуіп шығатын боламыз. Мінекей достар, біздің пирогымыз дайын. 170 градусте 35 минут пісіріп алдық. Дәмі өте керемет болып шығады. Жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруға ұмытпаңыздар.